Амансыздар ма, құрметті оқырман? Өткен жексенбіде қалаға денсаулық әлемі бағдарламасына қарай жол тарттық. Бізді тікелей эфирге шақырған болатын. Тікелей эфир сағат 14:00-ге жоспарланған екен. Біз Қарасай ауданынан баратын болғандықтан, Алтын Орданың кептелісінде тұрып қалмайық деп, үйден ертерек шықтық. Жанымда Ақмоншақ емшінің администраторы Гүлжан ханым бар. Сәтін салғанда кептеліс жоқ екен. Бұл қандай бағдарлама? Мен бұл бағдарламаға не үшін бара жатыр екен деп ойлап отырған боларсыздар. Бұл менің бір әңгімемде және де баспадан шыққан Ақмоншақ емшінің құпиялары атты алғашқы кітабындағы кейіпкерім Ақмоншақ емшіні денсаулық әлемі бағдарламасы сұхбат беруге тікелей эфирге шақырған екен. Мені емші жайлы әңгіме жазып шығарған жазушы ретінде қонаққа сұхбат беруге шақырды. Діттеген мекен жайымызға барған соң, журналист, қажы Жұлдыз Байнолламен таныстық. Біз келгеннен кейін, біздің артымызша жолдасымен, балаларымен Ақмоншақ емші де келді. Сондай-ақ осы эфирге сұхбат беруге және де өзінің отзывымен бөлісуге Баян апай, менің оқырманым, келген екен. Сол кісімен де осы жерде танысып, ол кісі де осы эфирде сұхбат берді. Біз ашқан WhatsApp-тағы ем чатымызда дертіне дауа іздеген бір талай адам отыр. Осы чатта Ақмоншақ емші әр жұмада таңертең өмірден қайтқан жандарға Құран бағыштап, онлайнда дем салады. Ал Баян апамыз осы чатта сол Құран оқылып, дем салынған суды 6 ай пайдаланып, ішіп, қатерлі ісіктен құлан таза айықтым деген дәрігерге қаралған диагнозын көрсеткенде, біздің барлығымыздың таңданысымызда шек болмады. Екіншісі, жас кәсіпкер жігіт 50 миллион қарызға кіріп кеткен екен. Ақмоншақ емшіге қаралып, қарыздан құтылу, үйге береке байлық шақыратын дұғаларын оқып жүріп, 3 айда 25 миллион қарызынан құтылғанын айтып, Ақмоншақты вокзалдан күтіп алып, аяғын жерге тигізбей, Алматының әсем жерлерін қыдыртып, ризашылығын білдіріп жатты. Баспадан шыққан кітабының соңғы жағында емшіден ақыл кеңестер және осы қарыздан құтылу, береке байлық шақыратын дұғалар жиынтығы бар. Кітап аз ғана данасы қалды. Сатылымда бар. Сөйтіп эфирде 4 сағат отырып, бастан аяқ эфирге қатысып, сұхбат беріп қайттық. Бұл бағдарлама СТВ, Алатау, Рахат телеарналарынан жақын күндері шығып қалады. Міне осылай, әңгіме жазу арқылы оқырмандарыма себепші болып, дертінен, проблемаларынан арылып жатқандарын көріп, қуанып қайттым. Кітап аламын, ем чатына қосыламын, емшіге қараламын десеңіздер, осында байланыс нөмірлерін қалдырамын. Сол нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. Ал баршаңызға сәттілік тілеймін. Ауырмаңыздар, аман жүріңіздер.